Жанар, қараңыз, міне мынандай ID ашты ғой да, міне қарап алыңыз, ID ашады. Қазір мен жанындағы ненің ID-іне кіріп көрсетіп жатырмын да. Міне ID барды, мынандай нөмір шықты ғой, енеңнің нөмірі тұрды ғой да. Соны тұрды. Енді қараңыз, міне участникке кіреміз. Міне кіргенде қараңыз, міне 8 түрлі доход төленеді. Ертең алға қарай жұмыс жасап отқанда каждый квартал сайын бонус премия түседі дедім ғой. Осы бонусты қараймыз. Мына жерде аймай түсіп тұрады. Осы жерде тұрған санларды мысалы 420-ға көбейтеміз. Ол алатын бонусың болады. Бұл бір. Екінші, оплатаны міне смотреть еще дегенге кіреміз. Доллардың несі бар, соған кіреміз. Аймай алатын ақша бір айда 4 неделя, каждый неделяға түседі. Соны есептейміз. Кейін бұл есептеп, енді сізге маркетинг договор ашу керек. Ол жерге сіздің Халық банктың 20 цифрын көрсету керек. Электрон вариантын жібересіз. Удостоверение электрон вариантын жібересіз. Енді оны мына, мысалы сізде ID бар да, ID-іңіз бар. Енді бізде берген нөмірінде 84 миллион депозит ақша болады. Мысалға мынандай нөмір берді 6 сан. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осының шотында ішінде 84 миллион депозит ақша болды. О 84 миллион депозит ақшаны тек премия етіп береді. Енді премия етіп бергенде қалай етіп береді, оны қазір сызып тағы да жіберем видео сізге. Енді қараңыз. Бұл жерде мысалға осы нөмірді ID-іңіз дайын, электрон бухгалтеріңіз, енді сізге ақша төлеу керек, бірақ картаны өзіңіз таңдауыңыз керек. Карта таңдау керек. Оның ішіне мына маркетинг, міне магазинға кіреміз. А-план, мынау доход, А-план развитие дегенге кіреміз. Осы жерден үйде отырып минимум 50 мыңға или 100 мыңға осы жерлерден керек товарды алуымыз керек. Оның бәрін корзинке саламыз, мысалы міне керек па, осын саламыз, мынаны саламыз деген сияқты. Осылай қылып алып, содан кейін уже болды, кейін реклама береміз. Рекламамен бастап отырып, кейін тек қана реклама салып отырасыз. Рекламаның бәрін өзім осылай жіберем. Мынандай реклама салдым деп, тек телефон текстінде берем, телефонда сөйлесіп отырасыз. Десеңіз жалғастырам.